еще, 8. О! Я, жұмыс қалай? Айда бер. Біздің кезіміз басқаша еді ғой, Аман. Біздер тірлікті жігіттерше жасаушы едік. Айтпа дейін. Ал қазіргілер бар ғой, тура бір қатын сияқты. Түсінік деген жоқ. Ойларына келген істейді. Алдау, лақтыру деген көбейіп кетті. Айтпа дейім. Ойларына келгенді істейді демекші. Осы жақын күндерде мына менің қызым Самалды бір алаяқтар алдап, ол аз болғандай артынан балағат айтып жіберді. Не? Кім? Кімдер? Маған неге айтпадың? Көздеріне көкшімін үймелетіп, тілдерін кесіп, терезең еліп қоятын едім ғой. Білмеймін кім екенін. Қызым айтпай қойды. Білесің ғой кімге тартқан? Табамыз, жазасын береміз. Оларды өзім-ақ табамын, өзім-ақ жазасын беремін. Бірақ ол кезде мен көп сөйлемеймін. Менің орныма мына мылтығым сөйлейді. Білесің ғой мені? Білем ғой. Есімде, бәрі есімде, Аман. Бәрі есімде. Бірақ бүгінгі мәселе басқа болып тұр. Осыған өзімнің күшім жетпеген соң сенен көмек сұраған түрім ғой. Әлгі анау жиендерім бір шаруаны бастаған еді, бір бандит сымақтар қыспақ қалып, әй жоқ, шәй жоқ. Осы жердің жүгірмектері ме? Солай болу керек. Өтірік бандиттердің телефоны бар ма? Бар. Бар болса, қысылмаңдар. Кім болса ол болсын. Бірінші өздерін қоңырау шалып, кездесуге шақырыңдар. Қорықпаңдар. Қорықпаңдар. Айтып тастаңдар. Сендердікі дұрыс қой. Дұрыс болса, пере беріңдер. Зық өткізіп, зыңқылдатып жіберіңдер. Ал оған көнбесе ше? Егер оған көнбесе, сол жерде дереу маған қоңырау шалып, телефонның тұтқасын әлгі есектерге ұстатыңдар. Телефон арқылы құлақтарына кіріп, жүректерін жұлып аламын. Телефонмен ба? Телефон арқылы. Менің номерім жазып алыңдар. Өзің қоңырау шал. Мен неге шалым керек? Шал өзің. Қорқақпын десеңші. Қазір көресік қалай сөйлесу керек екен. Ал көрек. Салам алейкум. Кім? Ана сендерді болды қалақтырып кеткен көкелерің кім болушы еді басқа? Алло. Қысқасы былай, кездесетін жерді айтыңдар. Көлікпен келсеңдер жедел жәрдеммен қайтасыңдар. Қайда туылдық дейді? Осында туылсаңдар, осында өлесіңдер. Біздің қолдан әрине. Мені батыр болып тұр десем, Самал ғой енді? Кетші. Алло, Самал? Қорқа отыр. Аман атаның телефоны бізде. О кісі үйде ғой? Жарайды. Сен мені өтірік алдап тұрсың, әкеш өзім сөйлесем. Болды, сөйлесеміз, не болды? Қорқақ батыр, дұрыстап сөйлес онда. Дайындық болатын. Бісміллә. Сөйтіп, шоға тұрасса да? Кел атыр. Біздің девет кеді ғой. Алло. Салам алейкум. Кім бұл? Сәлемес бе? Кеш өзім сөйлес. Алло. Сәбіздер, хабарландыру бойынша хабарласып тұрмын. Қайда хабарландыру? Болттың мәселесі бойынша. Сендер тақырға отырғызып кеткен жігіт мен болам. Сендер мен емес, мен сендерді іздеп тауып алдым. Жігітше, еркекше кездесейік, әңгімелесейік, сөйлесейік. Бір сағаттан соң ауыл сыртында болды ма? Жігіт болсаңдар келіңдер, қатын болсаңдар қалыңдар. Сен байқап сөйлесің, аузыңа
Сен қатты айтып қойған жоқсың ба? Жаман айттым ба не? Жаман айттың. Мынандай да болады екен ғой, түсінбей, өңімбей, а? Борсық. Шымшыш мен түсінбей қалдым мен. Байқасай, немене сонша қатты? Қолым жылы жаздың ғой. Не болды? Ана болт алған жігіттер бар ғой? Өздері хабарласып тұр ғой? Жақсы емес пе? Бірлік құттаймыз. Жапшы осыны. Опа! Оп! 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 Әне! Мінекей, тағы да ұтылдың бей. Боқмұрын! Әкел бір, әкел басты. Жарайып қой. Болды, әкел. Оп, бір, екі. Жарақ. Үш. Болды. Бот қоя тұршты. Болған жоқ. Тоқта. Звонда бар. Да? Я, Майбас. Не болды? Не керек саған? Я? Былай, жөндеп, анық сөйлеш. Алло, шеф. Ана болттың мәселесі бойынша. Ал, я? Таптығын алаяқтарды. Өздері хабарласып, өздері стройға шығарып жатыр. Ойлаш, шатырың дейнеп тұр. Кіммен байланысып жүргенін білмейді ғой ол. Боқ мұрындар. Я, өлетін бала молаға қарай жүгіреді деген осы. Сен былай ет. Мына жердің қожайыны кім екенін оларға таныстыр. Болды, шеф. Аямаңдар. Аттың басын жіберіңдер. Болды. Болдың ба? Кел бер. Бүткен жоқ қой, кел бер. Мә. Төрт, бес. Аттың басын жібердің дейші. Братва, атақ мен сендермен біргемін. Бригада! Аузын жапшы. Жігіттер, андай, не бар ма андай? Андай ше? Қамшы! Жапшы аузын да? Кешіріңіз. Кеттік. Қорқпау керек. Қандай жағдай болмасын, қорқпау керек. Дұрыс. Біздің ең бірінші қаруымыз ол сөз. Тілге әбден жатып алу керек қой. Құлақтарынан кіріп, миларын айналдырып тастайық. Дұрыс. Зық еткізіп, зыңқылдап тастау керек. Қандай жағдай болмасын, шабуылды өзіміз бастаймыз. Содан кейін көмекке ауыр артиллерия келеді. Мынау. Ал, онда Кеттік. Жайы ма не? Hoppa. Таксидің ақшасын кім береді? Қазір береміз аға. Қайтарда береміз. Сендер мына жерден бүгін қайтпайтын сияқтысыңдар ғой? Аға, кішкене қала тұрмадыңыз ба? Жоқ, айналайын. Сәттілік. Сүмелектер,
ана телефонмен батыр болған қайсың? Мынау. Мен. Не істей оласың? Бауырым, әкіреңдеме. Сөзіңе қарасам өзің сенімсің ғой, қайдан шыққан бәлесің сен? Бәлесің де өзіңе көп болмай қой, бауырым. Сөйлесейік. Сөйлеспесеңдер ары ойнаңдар. Мынауың дон мақұлауып қой. Бері келші миыңды шашып жіберейін. Болды. Кімнің баласыңдар? Байжанның. Иә. Байжан? Шанхайский ма? Жоқ, Талдыкский. Талдыкский. Байжан. Кім олай? Әкем. Неге? Сен сұрап тұрсың ғой кімнің баласысың деп. Әкемнің баласымыз. Ал мен атам баласымын. Лақпай тұршы. Не айтпақшысыз онымен? Біз сендер сияқты көрінгеннің қойына күшік болып кіріп, төбет болып ырып жатқан жоқпыз. Сендердің қожайындарың кім? Сен не деп тұрсың? Тоқтаңдар, асықпаңдар. Артиллерия. Алло, көке? Тұрмыз мұнда? Алдыңда тұрма. Иә, алдында тұр. Даусын шығар телефон. Иә, қазір. Ал, дайындалыңдар. Шығардым, көке. Ешақ, кім болсаң да, бері тыңда, сорлы. Байқап сөйлесен, бауырым, түсіндің бе? Боқмұрын, аузыңды жап та тыңда. Менің атым Жора Базарский. Ондайды естігенің бар ма, мақұл? Жора, әрине естідік қой. Естісең, онда тіліңді тығатын жеріңе тығып қой да, тыңда, топас. Қалай тығып қой? Сөйлеме, сүмелек. Мен сөйлегенде аузыңды ашпа, әпенде. Түсіндің бе? Түсіндім. Аузыңды жап дедім ғой мен саған. Мақұл, айтсам бұл. Сөйлеме, ешақ. Айттым ғой, үніңді шығарма. Басыңды изеде тұра бер. Алдыңда тұрған жігіттерді көрдің бе? Жама жоқ па, мақаулар? Иә, Жора, көрттің бе? Мені білесіңдер. Бір-ақ рет ескертем. Жіберіңдер аналарды. Қалай жіберіңдер, бары өзіңді айт. Сөйлеме, боқмұрын. Мен екі айтпаймын. Ана жігіттердің басынан бір тал шаш түсетін болса, бастарыңа 5 тонна кірпіш түсірем. Қысқасы, жіберіңдер аналарды. Болды ғой, Жора, бір ау сөзім ғой тек. Жап аузыңды, боссыңдар. Жоқ боп кетіңдер, жүгірмектер. Болды. Жарайды. Көке. Тайындар енді. Тез. Көзімізге түсуші болмаңдар. Қарамай қоймаған олай, бауырым. Келесі аямаймыз. Майбас. Не болды? Әлгілермен кездестіңдер ме? Иә. Енді қайда олар? Неге алып келмейсіңдер маған? Қайда болғанда жібере салдық? Неге? Енді сіз өзіңіз айттыңыз ғой? Қалай деп айттым? Жібер деп телефонмен бағана. Мен сендерге аттың басын жібердіңдер дедім ғой. Егер құлағың естімесе маған айт, кесіп албан ол орға апарып өткізейін. Өңшең, ақпа құлақ немелер. Аналарды не істейміз енді? Не істейміз? Табыңдар да қораға кіргізіңдер. Жарайды. Жақсы. Ана шал қуды әбден. Не қол? Ана екеуіне қайта соғыңдар да алып келіңдер дейді. Бәсе жігіттер, сендерге күмәнім жоқ қой менің. Жаптым. Тез ашуланатын болыпсың. Жақсы білесің ғой өзің. Мына аймаққа бірде-бір келімсек келіп күшін көрсете алмайды мен тұрғанда. Арам оймен келген адамды арыққа батырып өлтірем. Сондайлар көбейіп кетті соңғы кезде. Енді кішкене мейірімдірек болу керек қой. Иә, бәрі де әділ болу керек. Ал әділ болу үшін күш керек. Мына аймақта тәртіп болу үшін қорқытпасаң да болмайды. Не болып қалды тағы да? Аналар қайтпай жатыр. Қайтадан бізді әңгімеге шақырып жатыр. Иә, сіздің әңгімеңізді ұқпаған сияқты. Міне көрдің ғой, Аман. Жан жақтан қайда бір жын-жыбырлар келіп алып, мына топастардың миына жетем дегенше қалай жүйкең тозбайды. Олар жай сөзге түсінбейді. Енді сонда да кішкене сабырлы, мейірімдірек болу керек. Иә, дұрыс айтасың. Сабырлы, мейірімді болу керек. Айрам, сөзге түсінбейсіңдер ме, жабайлар? Онда басқаша сөйлесем. Өкпе бауырымды қуырдақ қылып өзіңе жегізем, сілімтіп. Жоқ, енді сізді ғой енді. Тізерлеп отыр. Отыр, тізерлеп. Отырдым. Отырды. Сіз біз танып тұрсыз ба негізі? Танықта мен саған. Кім болсаң да маған бәрібір. Өтірік бандит боп рахат өмір сүрулерің келе ме? Көрсетем мен сендерге. Пистолет бар ма? Бер арманға.
Арман, тапаншаны ал. Ей, тоқта. Жынды мұсың? Не айтып тұрсың өзің? Тапаншамен періп берсін дегенім ғой. Жазасын алсын, сілімтіктер. Қойсай. Енді жазаның басқа да түрлері бар ғой енді. Енді ең болмаса, бұлай еңбекпен жазаласайшы. Басқа жұртқа пайдасы тейсін. Бұлай істейсіңдер, сілімтіктер. Бүгін менің көңіл күйім жақсы, жолдарым болып тұр. Көңіл күй жаман болса не істейді? Айтпа. Бұлай, мені 2 рет сөйлеткен үшін 2 күн ана 2 жігіттің қол астында жүресіңдер. Не айтады? Соны істейсіңдер. Істемей көріңдер. Терлеріңді сыпырып алып, тәпішке жасап кейін түсіндіңдер ме? Естілмей. Жоғалыңдар. Не істеу керек? Жоқ, болды, кете беріңдер. Жарайды, рахмет. Жігіттер! Тоқтай тұрыңдар, бір жұмыс бар еді. Салшы. Не мынау, не? Жетпеген осы еді біреудің қорасын тазалап енді. Не істейсің? Жора айтты, бітті. Жора. Жора кейін кезде бір түрлі болып жүрші. Екі сөйлейтін болған. Негізі еңбектен пайдалы ғой. Мына тезек деген гүлді өсіреді. Бұл тезек деген адамды өсіреді екен. Бірақ еңбекпен. Жа болдың Болмайды мұны. Жораға хабарлаш. Бір нәрсе шатасып алған секілді. Не жүрсің ол? Өзі хабарласып жатыр. Алло. Айбат, қалайсыңдар? Бәрі ойдағыдай ма? Бәрін мен айтқандай істедіңдер ме? Қораға кіргіздіңдер ме аналарды? Кіргіздік. Қазір қорада ғой аналар, Қорада. Жарайсыңдар. Әрі қарай тура мен айтқандай жасап тастаңдар. Ең бастысы, бәрі таза бол. Түсіндің бе? Түсіндім. Хоп, хабарласам. Не дейді Жора? Не дейді Жора? Не дейді? Бәрі таза болсын дейді. Тазаланар давай тез-тез. Тазаланар. Ал мен қозғалайын. Шаруа біткен сияқты. Шихан, келесі жолы бұлай дайындалып келсеші кені. Мені ұтатын күнің бармыз? Бүгін аман, басым басқа нәрсемен әлек. Бірақ келесі жолы, есіңде болсын, дымыңды қалдырмай, ой сұрата отамын. Ой. Қойшай, сенің бұл сылтауыңды бар ғой. Мен 974 рет естіп отырмын. Мойындасай. Ұтылғаннан кейін ұтылдым деп мойында. Мойындайын ба? Жарайды, мойындадым. Ал, жақсы, сау бол. Да. Так. Жақсы. Кейін өзім хабарласам. Тоқтаңдар. Жора. Не істеп жүрсіңдер сендер? Сол қора тазала. Қора? Өзіңіз айттыңыз ғой. Басыңды ұрайын. Не айтып тұрсың өзің? Менің тапсырмам не болды? Сіздің айтқан тапсырмаңыз осы ғой? Бала, мынау басыңа бар ғой, әбден майды жағаның миын ақ кеткен бол көріп сенің. Қайда әлгі алаяқтар? Жандарын шығардыңдар ма оларды? Түк түсінсен бермасын. Біз сіз түсінбейтін болдық қой? Біресе қора тазала дейсіз, біресе тірлікті бітір дейсіз. Біз не істейміз енді? Бала. Ұста жарайды. Біресе таза ұстаңдар, біресе бітіріңдер дейді. Бұл мәселені өзім шешем. Рахмет сізге аға. Қалай, бәрі дұрыс па? Сіздің даусыңызды естіп едік. Есеңгірек қалдың. Бәсе. Әйтпесе, жан-жақтан келген қайдағы біреулер жұрттың мазасын алып болды әбден. Ондайларды дер кезінде орындарына қою керек. Дұрыс. Өздері қай жердің жүгірмектер екен? Өздерінен сұрасақшы. Олар қайда? Әне?
Міне? Ей, қалай сонда? Солай ма? Ей, не болып кетті өзі? А? Мына, сендер... Иә, біздер. Екеуміз. Ал мыналар? Қоратазы? Иә. Я аман. Бұған не дейсің? Бау кеспелерді бауырына басып, бұрындары сөзге беріп, іске адал жігіт емес пе едің, а? Бұл қалай болғаны? Мен білгенім жоқ еді. Ісіңді адал істе. Болмаса қаныңмен жауап бер. Біздің жақтың заңы бұл. Дайынсыңдар ма? Алаяқтар? Ей, тоқта. Бұған мен кінәлімін. Оның үстіне тауарды менікі еді. Ал мына екеуінің алдап сататынын білгенде, өз қолыммен буындырып өлтіретін едім. Аман, қолмен істегенді мойынмен көтеру керек. Жарайды. Мен мойнымен көтерем. Кешіріңіздер. Біз қателеспіз. Қателеспіз? Алдау деген ең ауыр күнә екенін білесіңдер ма сендер? Қытайда осы үшін қол шабады. Біреудің ала жібін ақтаған қалай екен жігіттер? Адал жолмен емес, алдапынан тапқандарды жазалауымыз тиіс. Дұрыс па ағайын? Дұрыс. Міне. Дұрыс. Келсемін. Самал? Міне, мына екеуі. Өткенде базарда мені алдап, үстімнен балағат сөздер айтып, қуып жіберген осылар. Немене? Негіз, онда емес, не ғой? Шын ба? Аға, кешіріңізші, аға. Өтінем, аға, кешіріңізші. Алдау, ең ауыр күнә. Ол үшін Қытайда адамның қолын кеседі. Біреудің ала жібін аттама. Сондықтан адал еңбекпен емес. Алдаумен нан тапқан адамдарды жазасын беруі тиіс. Солай емес пе? Солай өп тұр ғой. Бәрі анықталды. Жиған, мына екеуін алып кете бер. Бердім саған. Ал мына сілімтіктердің жазасын мен берем. Келістік бе? Менің алаяқтарға деген көзқарасын білесіңдер. Одан соң қызға қол көтерген жігітке жарамай. Оның жазасы екесе. Сондықтан да бәрі де әділ. Келістік. Ей, тоқтаңыз! Тоқтаңыздар, аға, өтініш. Аға, қоя тұрыңыз, аға, тоқтаңыздар, аға, өтініш. Сіздерден ұмытасылайықшы болмаса. Жігіттер, кешірімді болайық. Жаңағы бол туралы әңгімені ұмытасылайық. Қиын тоқ болған оған. Аға, өтініш сізден. Кешіріңіздерші. Самал, сен не дейсің? Жарайды. Бірақ бір шартым бар. Самал. Сенген ойым сен болсаң. Кешіріңіз, ата. Артық қылам деп тыртық қылдыңдар ғой. Ата, жаман оймен жасаған жоқпыз ғой.
Айларың оңынан туып, ана шиқан менің досым болып шыққанына тәубе деңдер. Әйтпесе, аяқ қолдарыңды Қазақстанның түкпір-түкпірінен іздеп жүретін едік. Бізге араша түскенің үшін рахмет. Естеріңді мықтап тұрып сақтап алыңдар. Ешқашан маған өтірік айтушы болмаңдар. Өтірік өрге баспайды. Арамдықпенен алысқа бармайсың. Түсіндік ата. Кешіріңізші. Сөйтсе де мен сендерге сенем. Бірақ сенімнің де шегі бар. Абайлаңдар. Кешіріңіз. Анау киіз үйді жығып, орнына жинап қойыңдар. Қалай ата, бөлек тұрамыз деп едік қой. Иә? Дайын емессіңдер. Өз қамдарын ғана жемей, өзгенің де қамын жеген кезде нәтиже болады, береке болады. Ал сендерге қазір бірге тұру пайдалырақ. Ой, ата. Тағы да бірге ма? Бірге тұрасыңдар, бірге жатасыңдар. Мен берген ақшаны бірге игересіңдер. Ортақ жоспарларыңды жасай беріңдер, іске сәт. Неексең соны ұрасың деген. Сол қағиданың туралығына тағы да көзім жетті. Алдаймыз деп аузымыздан бір-ақ шықты. Ұят болды. Адал еңбек аздырмас дейді ғой. Бекер өтірік айттық. Негізі адамның ісінен де қандай адам екені көрініп тұрады. Енді ешқашан өтірік айтпаймын. Ұят болды. Айтпа. Жүрші мүшет.